Алла елшісін, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, түсімізде көргенімізді қалай білеміз. Ғалымдар үш түрлі жол арқылы адам өз түсінде көргені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екендігін анықтауға болады деген. Біріншісі, түсіне енген адам: мен пайғамбармын, мен Мұхаммад ибн Абдулламын, мен сенің пайғамбарыңмын, немесе осы мағынаны білдіретін басқа да сөздерді айтса, ол шынымен де пайғамбарды саллаллаху алейхи уассаламды көрген болып саналады. Екіншісі, түс көрген адам түсінде біреудің айтуынсыз өзі пайғамбарды саллаллаху алейхи уассаламды көргендігіне кәміл сенімді болса, яғни сондай оймен оянса, ол шынымен де түсінде Алла елшісін саллаллаху алейхи уассаламды көрген болады. Үшіншісі, түсінде басқа бір адамның айтуы арқылы. Яғни сен көрген адам, сенімен сөйлескен адам, немесе сен қазір көретін адам, сен қазір сөйлесетін адам, қазір саған келетін адам, қазір сен баратын адам пайғамбар денсе, немесе осындай дауыс естісе, түсінде көргені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болады. Осы аталған үш жағдай орын алса, түс көрген адам түсінде пайғамбарды саллаллаху алейхи уассаламды көргендігіне күмән келтірмесе болады.